Қайырлы күн баршаларыңызға. Дәл осындай жұмсақ, үлпілдек булочкидің рецептілерін білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Өте дәмді булочки, бір жасағаннан шығатын, отбасыларыңызды қуантатын керемет рецепт. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және де сұйық майымызды, қантымызды және де шымшым тұзымызды қосамыз. Қантты қалауларыңыз бойынша көп қосуға болады, тәтті болған қаласаңыздар. Және де бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Керекті заттарды төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Енді електен өткізілген ұнымызды сала отырып, үстіне дрожжимызды қосып, жақсылап қамыр илеміз. Қамыр жұмсақ болғаны дұрыс. Қатты қамырдан әдемі булочки шықпайды. Қамыр өте жұмсақ әрі әдемі болса, біздің булочкиларымызда керемет болып шығады. Дәмі өте керемет болады. Жалпы бүкіл отбасыға ұнауы сөзсіз. Мінекей осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Видео ұнап жатқан болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Мен салған ең керемет рецептілердің сіздерге көрініп тұру үшін, және де керемет рецептілерден құр қалып кетпеу үшін, мінекей осылай сұйық майымызды қосып, жақсылап қамыр илеміз. Ең соңында бетіне сұйық майды құйып жіберсек қамырымыз өте әдемі болып шығады. Жұмсақ, жып-жылтыр. Және де қамырды осылай басып болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қалдыратын боламыз. Қалдырып көтерілгеннен кейін де қамырымыз көтерілгеннен кейін бір сағаттан кейін қамырды міндетті түрде бір қайтарып қойыңыздар. Қамыр кішкене көтерілгеннен кейін дәл осы қалпында 1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз ешқандай жабыспаған, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Мінекей осылай қамырымызды ұн себе отырып түсіріп алатын боламыз. Жалпы қамырды бөліктерге бөлу барысында ұнды көп қолданбаған дұрыс. Мінекей қамырымызды дәл осылай бөліктерге бөлгеннен кейін дөңгелектеп алатын боламыз. Енді осы дөңгелектерімізді кішкене 10-15 минут тұндырып алғаннан кейін осылай әрбір дөңгелекті 3 немесе 4 бөлікке бөліп, тағы да дөңгелектеп ыдысымызға, противенімізге орналастыратын боламыз. Мінекей қамыр өте жұмсақ және де өз көлемінен 2 есеге ұлғайған. Міне осылай кішкенеден дөңгелектеп противенімізге орналастырып, тағы да 5-10 минут тұндырып қоятын боламыз. Қамыр неғұрлым көбірек тұрған сайын соғұрлым әдемі, өте үлпілдек булочкилар дайын болып шығады. Мінекей видеодағыдай ыдысымызға орналастырамыз.
қамыр өте әдемі және де жұп-жұмсақ, нәзік қамыр. Осылай орналастырып шығамыз. Дәл осы булочкидің рецептісімен булочкилар дастархандық нан да жасауға болады. Өте керемет болып шығады. Дастарханның сәнін кіргізері сөзсіз. Неге осылай дөңгелектеп қойып шығатын боламыз. Енді 5-10 минутқа тұндырып қоямыз, бетін жауып тағы да. Онан соң тұнған қамырларымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сеуіп, керемет булочкилар пісіріп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Қып-қызыл болып, өте әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Неге мен мак септім, бұл да бір өзіндік сән және де өте керемет дәм беріп тұрады. Енді пісіріп алатын боламыз.